Үй тапсырмасына келетін болсақ, блокнот программасында ең мамандық атауы бойынша 5 файлдың мәтінін теріңдер. Файлдарды ең тәтті мамандық, ең жасыл мамандық, ең күлкілі мамандық, ең табысты мамандық, ең ақылды мамандық атауларымен сақтаңдар. Басқа мамандықтар өзгертуге болады. Файл ашу режимін пайдаланып, әрбір файлда жазылған мамандық түрлерін сыныптастардың жазған мамандық түрлерімен салыстырып, мамандықтар тізімін анықтаңдар. Үй тапсырмасын орындайық. Үй тапсырмасы деп папка ашып қойдым. Сіздерге 5 түрлі текст файлын жаса деген. Ең ақылды мамандық, ең күлкілі мамандық, ең табысты мамандық, ең тәтті мамандық. Осылай создавать еттім. Мысалы, создать, мышканың оң жағын басып создать, текстовый документ дейсіздер да. Өзіңізге керекті файл создавать етесіз. Мысалға, мен таңдадым. Ішіне бағдарламашы, инженер деген сияқты мамандықтарды жазып шықтым әрқайсысына. Енді осыны оқу режимінде ашу керекпіз. Ол үшін айтылымызды ашамыз. Мына жерде отырып прямой кодты жазсақ та болады, болмаса мына жерде дайын коды да бар. Мысалға біреуін ашып көрсете салайын. Мысалға F тең open. Жерде файлдың жоғын көрсетеміз, қайда тұрғанын, және оқу режимінде. Так, S дискісі, users, admin, desktop, жетінші сынып, үй тапсырмасы ішіндегі ең ақылды мамандық, нежный мамандық тексти. Мына жерден шамалы үлкейтейін, сіздерге толық көріну үшін. Мына ең ақылды мамандық файлын ашып жатырмын қазір. F open S дискісінің ішінде users папкасы бар, admin папкасы бар, оның ішінде desktop, оның ішінде жетінші сынып, оның ішінде үй тапсырмасы, оның ішінде ең ақылды мамандық. Яғни сіздер бұны D дискісіне де сақтасаңыздар болады, өздеріңіз білесіздер бұны жолын таңдау үшін. Және red режимімен оқып жатырмыз. Қазір біз оқыдық, енді экранға ішінде не бар екенін жазайық. Бағдарламашы инженер. Дәл осылай сіз барлық 5 мамандықты файлды ашып, осылай экранға нәтижесін шығаруыңыз керек. Ол үшін мен барлығын мынандай ашып берейін сіздерге. Одан кейін мынаны аштық. Ең ақылды, ең күлкілі. Жерде F1. F2. Ең күлкіліні аштық. Ең ақылдыны аштық, табысты. Файлды аштық. Үшті жазайық. Ең табыстының орнына тәтті. F4 дейміз. F4. Ең тәтті, ең жасыл. SHASL. Енді осы төртеуін бірге жаздыру үшін print функциясын қолданамыз. Жұлдызша F. Көшіріп жазайын. 1, 2, 3, 4. F1, F2, F3, F4. Осыны басқан кезде сізге бүкіл мамандықтың ішіндегі нелер шығып тұрады.
клоуны, театр ойыншысы, дәрігер, бағдарламашы, наубайханашы, ветеринар, мемлекеттік қызметші, мұғалім деген сияқты. Дәл осыны сіздер басқа немен салыстырсаңыздар болады. Үй тапсырмасы ретінде осы кодты жазсаңыздар болады. Мынаның ішінде де дәл осы кодтар жазылған. Енді келесі сабағымызға өтейік. Бұл сабағымызда практикум файлдармен жұмыс. Бірінші тапсырма мәтіндік файл құру. Стандартты функция ашылған файлды language тексте атымен D дискісіне сақтаймыз. Ол үшін пускты басып, біз блокнотымызды ашамыз. Блокнотты ашамыз. Файл. Бірінші сохранить етейік. Ішіне жазайық бірінші. Python is high level general purpose programming language. Файл сохранить D дискісіне дейміз. D-ны таңдадық. Осының ішіне language тексті болып сақтаймыз. Language тексті сақтадық. Енді құрылған мәтінді файлға қандай сөйлемеңіздер. Language текстті оқу режимінде ашыңдар. Ол үшін Python программасына мынаны жазыңдар дейді. Ол үшін idle'ымызды ашайық. Прямой idle'да орнатыла берсек болады, немесе жеке файл болып сақтасақ та болады. F тең open файлдың жолы D дискісінде language.txt нақша R режимінде print F. Дәл осылай орындадық. Тапсырмамыз орындалды. Келесі тапсырма оқу режимінде ашылып, енгізілген жол бетіне шығады. Дұрыс, нәтиже шықты. Екінші language тексті файл ақпаратты шығару үшін төмен жылы enter безметін басыңдар. Мынаны орындатыңдар дейді. Print F деген орындатыңдар дейді. Енді бізде encoding mode language атын бізде толтырыңдар дейді кестені. Ол үшін name'нің ішіндегісін алып копировать етеміз. Excel демен создавать етіп қойдым. Және mod R encoding бізде CP1251. Дәл осылай біздің сақталу жолымыз, атымыз шықты. Енді B деңгейіне өтеміз. Бірінші тапсырма symbol тексті атауымен D дискісіне сақтаймыз. Idle'ымыз тұра берсін. Блокнотымызды мына жерден атын өзгертіп, ішіне мысалға Python was conceived in the late 1980s by Guido van Rossum. Бұны басқаша сақтаймыз. Файл сохранить как D дискісінің ішінде бұны symbol тексті деп сақтаймыз. Language'іміз symbol сақтадық. Енді осының 20 символын оқиды екенбіз. Symbol текст деп жазайын.
Бізде қазір файл ашқан жоқпыз. Мынаны көшіріп алайын. Language-дің орнына symbol txt енді f.read 20 символын оқимыз. Python was conceived екен. Мен мына жерде екі бос орын қалдырып кеткен екем. Сондықтан d маған жазылған жоқ. Енді жауап тексеріңдер, сәйкес дұрыс, яғни жауап дұрыс. Екінші тапсырмаға өтейік. Мәтіндік файлдан символдарды оқу. 21 символдан бастап қалған барлық символдарды оқу үшін бірінші тапсырмада программаны жалғастырамыз. Python енді ары қарай тағы да бір 20 сандық оқи салайық, сол кезде ары қарай жалғастыратын болады. Яғни in the late 18th тағы да жазсақ, ары қарай оқып кете береді. Guido van Rossum. Дәл осылай оқып кете бере аламыз. Енді файлды жол бойынша оқу, мәтіндік файл құрып, 4 жолдан тұратын өлең енгізіңдер. Үшінші тапсырманы орындайық. D-дискісін ашайық. Осы жерде бір создавать етейік. 4 нежный тап деп аша салайын. Тапсырманың қысқартылмасы. Ішіне 4 түрлі сөзді жазу керек екен. Алып, пример ретінде бұны жаздым мен. Сақтаймын. Енді осыны біз ашуымыз керек. Тапсырмада не дейді? 4 жолдан өтетін Python программасының өлең бірінші және 4-ші жолдарын оқитын программа құрыңдар. Енді бұл жерде біз ашамыз бірінші файлымызды. Ашамыз символдың орнына біз жаздық 4 нежный тап. Енді файл readline бірінші қатарды оқимыз. Енді бұған 4 қатарында оқып шығуымыз керек. Ол үшін seek деген нәрсеміз бар еді біздің курсорды ауыстыратын. Ең соңғы қатарды ашу үшін біз тексті файлды көріп отырайық. Мына жерден қанша символ аттауымыз керек? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 жолдан кейін тастауымыз керек екен. F нүкте read 36 оқыды. Енді f.readline 37 екен. Мына жерде бір не қателесіп айтып қойған екен. Ең соңғы қатарды оқу үшін дәл осылай 4-ші қатарды оқитын кодты жаздық. Дәл осылай S деңгейіне өтеміз. Birthday text файлы құрылмаған болсын. Python программасын ашып достардың туған күніне арнап 2-3 сөйлемнен тұратын тілек жазылған birthday text файлын құратын программа жазыңдар. Жарайды. Программа жазып тастайық. F-close дейік. Файлымызды жабайық. Енді бірінші біз создавать етуіміз керек. Open birthday. Так, D-дискісінде birthday.txt write режимінде ашамыз. F.write ішіне текстіміз жазамыз. Болсын туған күннің болсын /n жаңа жолдан бастаймыз.
Мен сені құрметтеймін. Және тест нәтижені сақтаймыз. F-write 24 жазды. Енді f.close файлды жабамыз. Close. Енді дәл қазір файлымыз создавать етілген болу керек. Міне, birthday text создавать етілді. Ішінде де досым туған күнің құтты болсын, мен сені құрметтеймін тексті жазылды. Файлын құратын екі сөйлемді жаздық. Енді файл атауын өзгерту. Tommy friend text дейді, өзгертетін программа құрыңдар дейді. Дана қалдырып кеткен екенмін. Мен осылай өзгертсек болады. Осымен тапсырма орындалды. Оны көрейік. Birthday text орнына to my friend келді. Енді келесі сабақта кездескенше.